Отырмайды. Не есепті? Төбелес отырдым. Сосын бұл мұғалім қуып жіберді Сағила деген. Сосын келе жатып батырға мені Сағила қуып жіберді, мама. Содан кейін оқымай қойды, содан кейін басқа неден оқыды. Кім ба? Әпке ма? Иә, сондай болды. Ал енді суға барады ғой, Победалар нені шелекті сепелеп, инағашпен барады, қыздармен бәрі құдыққа суға. Шақырдым, жақсы. Соның қыздар келе жатқанда қыздардың суын төгетті өзі бірінші келеді ғой. Неге төгет? Аналар алдынан жүргізбейді, өзі бірінші жүру керек. Өзі бірінші жүгіріп суда келеді. Иә, содан кейін бір қыз несін әжесіне барып шалапты солай. Айма мені суын бәрін төгіпті. Содан кейін кемпір келеді, таяқпен келе жатады. Управляющий шешен болды, әйелі татар болды, продавец болды. Иә, суда әкеп төкті, әкеп құйып нетті. Содан кейін сол 6 жаста, сосын далада жүрген. Сосын ана кемпір таяқпен келе жатып, ұрыпты. Ей, Бағила дейді, бәлекей дейді. Кішкентай татарлар бәлекей дейді. Ей, Бағила шықсаш, бәлекей ұрып жатыр деп дейді. Сосын барып кемпірдің қолынан таяқты жұлып атты. Ей, қақпас дейді. Не бетіңді айтасың, есің шайкен кезде, не ақың бар қызын ұрып деп кемпір. Әпкен ұрды ма не? Е? Ой, содан кейін, сонда жыламайды, безер тұр дейді. Таяқпен сойып атты дейді. Бәрібір тұра береді. Иә. Сосын анау әйел жылып атты қолынан таяқ. Ұрысты сосын. Неге ұрасың, біреудің асын дейді? Ей, қақпас кемпір депті. Не бетіңді айтасың шайкен кесе, неге соясың деп. Сосын айтты, мен немерем суын төк салын дейін ба, бірдеңе деп. Мен далада тұрдым, үйдің бұрышынан қарап тұрсым жай ғана. Сосын маған, ей, Бағила шықсайшы, бәлекей жүріп атыр дейді, ұрса сал өзін. Сосын келгеннен кейін шайкенге айттым. Солай ана қызы қойды шешін деп өзі көнденеге. Жүре берсін деді, өзін алып жейді деді. Қақпа бетін деді, бау. Әпкені ма? Ал енді біреулер шақырады, бара алмаймын ғой. Сонда кемпірге келіп жатыр, ей, Бағила дейді. Ел көші артында қаласың ғой. Ойбай, тәте деймін бәрі кемпірі. Тәте қайданға барам деді, мынада біреу суға түсіп кетті, біреу отқа түсіп кетті. Қайда? Шақырған жерге бара алмаймын ғой. Тойға болсын, иә, 30 үй болды. Шақырады, кейбір кемпірлер барады. Біреудің туған күні болады, біреудің баласы босанып келеді әйелдері. Соған бара шыдақана анам мынауға. Мен бара алмаймын. Сосын бір кемпір жамбас әкелді. Сосын айтты, Бағила мынаны ләмін тат, әлгіні берін маған. Жамбас? Иә, жамбасы. Етті пісірген қойдың. Содан кейін тұрған. Сосын кемпірге қолын шығарды. Қолын шығарған кезде кемпір тістеген жоқ онша. Кім шығарды? Айман. Неге? Енді көрдім ғой кемпірге. Қолын шығарды. Саған мен көрсетейін деді, қолын тістеді. Былтыр ма қалды қайтыс болды осы. Тістеген жоқ, жай ғана қойдым сонда. Батыр қойдым. Ағай сонда. Осы көрдім, мен кетіп бір жаққан кемпірді не қылар. Мә деп қолын шығарды. Кемпір қайтып келіп қолын тістеді. Енді сосын повар бар ғой, повар аны стрижка келеді, недерге повар бар. Қой қырқуға келеді, қой купкаға салатын кісілер келеді ғой, соларға повар бар. Сосын повар айтыпты, каталог алып көр үйлерінен суп. Сол каталогты алып бар, бір каталог суп алып келеді ғой, түсті әлбетте. Кім? Айман. Е? 5 емес, сонда алып келеді, әлген бірін төкпей соны. Сосын ішесінде? Сондай көптігі бол. Шолпан апағанда болды? Шолпан, бұл жер болды. Кітап көп оқитын, е? Оқымысты? 4-ші классқа дейін сосын ауылға кетті ғой, ауылға.
шешем үйде болды. Шолпан апай ма? Бетін сосын алып келді ғой, 4 класс сонда бітірдім. Мындан бірге оқыды да сосын қалған. Апасы мен атасы мен әжесінің қолында болды ма? Мен әке шешенің қолында болды. 4-ші классқа дейін. 4-ші классқа дейін. Сосын алып келді ғой. Атаң барып алып келді. Екі несі. Шәкен ата ма? Танымай десең өскенде, бірін-бірі танымай қалады. Ертең екі баланың екі жерге бар. Алып келді. 4-ші класс сол жақта бітірді, біздің ауылда. Заранее, иә? Ертең балалар бір-бірін танымай қалады деп, иә? Жалғыз болып қалады деп ойланшы. Жалғыз болып қалады десең бірін-бірі танымай қалады деп алып келді ғой. Маншық апай қандай болды? Маншық апай. Маншық апай, құдыға қарса, Айман нетті ғой, жылауық болды ғой, жылауайды отыратын. Бір күн далада отырған, далада отырған. Көк шыбын бар ғой, құлағына түсіп кетті. Ауыл жылайды. Сосын неген қалаға апарам деп алып кетті. Түні бойана ауылға барған үйдің... Жоқ, кім қалаға алып кетті? Атаң өзі апарды, Шәкен. Емдеуге ма? Иә, қалаға апарам деп, дәрігерге, көрсетем құлағын деп. Түні бойы ұйықтамапты, жылап. Сосын ракета жүріп атыр, ракетаға салып сосын барыпты. Сосын айтыпты, қалай білмейсіз деді. Қампараның майын құйды дейді құлағына, сосын құрттар асып жатты сосын тәуір. Ненің майы? Қампараның майы. Қампара ол не деген? Сүйек бір май бар ғой. Сонда ғой, кейбіреулер айтады, сиырдың жылы бөгі бар ғой, құлаққа бұлай жапсыру керек, сонда соғанда шығады дейді құрттар. Қайда ме деген мен? Сонда сразу пайда болады ба құрттар? Иә. Одан Серікті әкелді ғой 84-ші жылғы, иә, Серік бұзың, иә. 84 қой, иә. 83. Әсем, мен 90, Әсем, Берік пен Мурка жоқ. Мурка мен Берік бір жасты, иә? 84, иә? Жоқ, 86, Мұрат пен Берік. Әсем 85 па? Сондай ғой, мен 84 па? Әсем. 84 бол көріп. Әсем. Сонда Серік 83 па? Жоқ, 85 бол көріп, иә. Әсем 85, Серік 83, иә? 83. Сондан кейін алып келді ғой. Бір Ақшаменға барған. Кімді алып келді? Серікті. Барсам дейді, жылап атыр дейді, сіз келін дейді. Кім алып кепті? Ата? Шолпан онда жұмыс істейді, медсестра болып істейді. Шолпан жұмысқа кеткен дейді, барып қарасам дейді, бала тақтаның үстінде. Біз тақта бердік, тримо бердік қой. Сосын шифонер бердік. Сол тақтаның үстінде жатыр дейді, ана саңырау дейді. Басқа комнатада жатып, кітап оқып жатыр дейді. Қараған жоқ дейді. Ана атасы. Сосын алып келді ғой. Шай-шайға бермеймін едім, асыраймын едім, бала қыланды алып келді. Серікті ма? Содан кейін қайтыс болғаннан кейін алып кетті ғой деп. Әйтпесе. Ермеймін, өзім бала қылып аламын. Әйтеуір қарамайды. Ол менің есімді жатыр. Қарамайттан да саңырау дейді. Саңырау шал. Саңырау шал? Иә, саңырау шал. Ермеймін. Мен қандай болдым, әже? Мен қандай болдым? Сен шустре болдың ғой. Шустре ма? Алып келеді. Бір күні алып. Кім? Мамаң әкеп тастаған. Майскиге ма? Иә. Сосын мен жұмыста жүрдім ғой. Пенсияны толтырамын. Қырманда. Сосын әкең келіп алып кетті ғой. Не істеп мен? Далада жүрсің ғой, енді бәрі оқуда ғой. Мен жұмыста қызымды ешкім қарамайды. Деп алып кетті. Әке ма? Иә, әкең. Ой, сida сөйтетін еді ғой? Иә, үйге келсем, жүн жоқсың. Алып кетті.